Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 54-ші сабақ біз қиялдай аламыз тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта түрлі дереккөзден ақпарат аламыз, көркем шығарманы иллюстрациямен салыстыратын боламыз. Бірінші тапсырма құрастыр. Суретке қарап, қиял ғажайып әңгіме құрап айтыңдар. Балалар, төменде берілген суретке қарап, әңгіме құрастырып көрейік. Бұрынғы өткен заманда Толағай деген баланың ауылында құрғақшылық белең алыпты. Жаңбыр жаумай, жер кеуіп, егін шықпай қалады. Адамдар мен малдар сусыз қиналады. Толағай халқына көмектесу үшін тауды көтеріп әкеледі. Сол кезде жаңбыр жауып, су көбейеді. Халық суға қанып, қуанышында шек болмайды. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың авторымен танысайық. Әбділда Тәжібаев 1909-1998 жылдар аралығында өмір сүрген. Әбділда Тәжібаев ақын, драматург. Ақын Ақмешіт, яғни Қызылорда қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған өлеңдері оқуға жеңіл, қызық. Ақынның табиғат құбылыстары туралы алтын ай, көкек, жаңбыр, толағай, қыс ата, қыс пен жаз, тағы да басқа өлеңдері бар. Түсініп оқы. Әбділда Тәжібаевтың Толағай өлеңін оқитын боламыз. Бұл өлең ықшамдап алынды. Сонау ертіс жағасында болған біреу саржан атты. Жұбайы да өзіне сай, атай сұлу ақ маралдай. Дүниеге бір бала келді. 30 күндік мерекені, естен кетпес берекені сол ауылға ала келді. Ақсақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, Толағай деп қойып татын, 7 жаста садағатты, атқан оғы тасты атты, жай отынан кейін емес, темірден де өткізеді. Жылдар өткен жазғы түрім, басталды бір жаман ырым, жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүл бәйшешек, еркін өспей қурады шөп, ел күйзелді ем таба алмай, жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай, сезген мұны Толағайда, сабырсыздық болды пайда. Қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын. Көп өтпеді бір күндері, шешесіне еркеледі. Тағы да бар бір сұрауым, көп жауады қайда жауын. Білсең апа айтшы деді, айғақ ете үлкендерді. Апатайы жауап берді, деген сөз бар тауда тандыр, қарлы шыңды тау жерінде, тарбағатай өңірінде, үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайың тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды, кідірмеді жүріп кетті, асқар тауға келіп жетті. Таңдап жүріп тау жотасын, талғай қарап орман тасын, көңілі сүйген бір шатқалды, ұзақ ырғап бөліп алды. Арқасына салды дағы, келген ізбен қайта оралды. Арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты. Жеткен жедем алмаймын деп, шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бол төңгеріп. Таңданысты көрген адам, толағайлап шулап халық. Қуанбаған қалмады жан, құйды жаңбыр сел боп ақты. Күн күркіреп шатырлатты, шөлдегендер суға қанды, ауыл қайта ажарланды. Күн еңкейіп шөккен кезде, сүріндалып әлденеге, кетті құлап тұра алмады, қайта қару қыла алмады. Апа деді жалғыз ғана, тауда басып шөге берді. Апасы жас төге берді. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау Толағай, соны үлкендер ерте кеткен. Өлеңнің авторы Әбділда Тәжібаев. Екінші тапсырма салыстыр. Кесте бойынша салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын айт. Балалар, мұнда біз құраған әңгіме мен Толағай жырын салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын айтуымыз керек. Бұл екеуінің де ұқсастығы, тақырыптары Толағай. Екі әңгімеде де елін құрғақшылықтан құтқару үшін жаңбыр жауғызды. Екеуі де қиял ғажайып ертегісі. Ал айырмашылығы, менің құраған әңгімемде соңында Толағайдың мерт болатындығы туралы айтылмады, балалар. Ал Толағай жырында елін, жерін қуантқанымен қоймай, Толағай елінің,
жерінің қамын ойлап, соңында өзі де мерт болды, иә? Үшінші тапсырма ізден. Жырдан толағайдың ерлігін суреттеудегі әсірелеуді тауып оқыңдар. Балалар жырда арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты, жеткен жедем алмаймын деп шаршаса да тоқтамапты деген бөлігінде толағайдың ерлігін әсірелеп суреттеген, иә? Төртінші тапсырма біліміңді қолдан. Әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкер қайсысы? Балалар бірінші суретте Қобыланды батыр, ал екінші суретте көлеңкеде демалған жолаушының суреті берілген екен, иә? Бұл жерде әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкер Қобыланды батыр. Бесінші тапсырма жырды оқығанда қандай сезім пайда болды? Балалар толағай жырын оқығанда батырлық сезімі, мейірімділік, елге, жерге деген жанашырлық, қуаныш сезімі пайда болды, иә? Еліме әрдайым көмек бере алсам, толағай сияқты жақсылық жасасам деген ой туды. Алтыншы тапсырма дәлелде. А нұсқасы толағайдың бейнесінде қиял ғажайып белгілер бар ма? Балалар толағай жырында қиял ғажайып белгілер кездеседі, иә? Толағайдың тауды көтеріп елге алып келуі шынайы өмірде болмайтын қиялмен әсіреленіп берілген әрекет. Бұл оның елі үшін үлкен ерлік жасағанын көрсету мақсатында айтылған. Ә нұсқасы толағайдың ерлігі батырлар жырындағы қай кейіпкерге ұқсас? Толағайдың ерлігі батырлар жырындағы Қобыланды батыр кейіпкеріне ұқсайды. Жетінші тапсырма қорытындыла. Толағайдың ерлігінен кейін туған жері қалай өзгерді? Толағайдың ерлігінен кейін туған жері суға қанып, өсімдіктер мен шөптер гүлге оранды. Жердің бәрі айнала көгеріп, шөлдеген адамдар суға шөлін қандырды. Толағайдың елі қуанышқа кенеліп, табиғат жасыл желекке оранды. Үйге тапсырма үлкендердің көмегімен Толағай тауы туралы деректі ізде. Тау еліміздің қай облысында екенін анықтап, әңгімелеуге дайындал. Балалар толағай халық аңызы. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы тау атауына байланысты аңыз. Көп адамдардың таңдайын таң қалдырған Толағай тауы деп аталу себебі де осыған байланысты. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.